Мінекей Нұрманбет атамыздың басына соғып кеттім. Атамыздың мен 4-ші ұрпағы боламын. Мына кесене 250 жылдай бұрын салынған екен. Қазақ мына адайлар мен түркмендердің арасында соғыста адайлардың қолын басқарған кісі бұл кісі. Сол адайлар түркмендермен болған қақтығыста ауыр жарақат алып, содан қаза болып, сол қол астындағы рулы ел мына кесенені салған екен. Мынау сазбалшықтан биенің сүті, биенің қылын қосып илеп салған тай кірпіштер. Сол енді қаншама жыл өтті, осыған шыдап тұр ғой. Мінекей. Миялы Байғанин ауданы Миялы ауылында жемнің арғы бетінде Оймақтқа кететін жолда тұр. Мынау жемнің арғы бетінен көрініп тұрады. Мынау қорым, сол кесененің айналасындағы ескі қорым.